Сәлем құрметтілерім, бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Бүгін өте маңызды керемет күн. Және мен сіздерге осы бір жаңа жақсылықпен, қуанышпен бөліспекшімін. Жалпы Қазақстанның болашағы жарқырайды. Мен қазір оның себебін айтам. Спорттан алда болады, бүкіл барлық жағынан алда болады. Өнеркәсіп, әртүрлі. Шетелдіктердің бәрі бізге ағылады, барлығы келеді. Себебі бізде қызығушылық тудырады. Біздің жеріміз, еліміз керемет көркейеді. Себебі ұлт кармасы деген бар, бұның нақты себебін айтайын. Еңбектің жемісін жейтін уақыт келді. Біздің жеріміздің, елімізден біз еңбектің жемісін жейтін уақыт келді. Үлкен ұрықтардың барлығы осында туылған. Үлкен ұрықтардың өзі осы ұлттан туылды. Осы ұлттан туылды, қазақ ұлтынан. Және таңдалды бұл жерде. Осы қазақ жеріндегі адамдардан таңдалған. Жоғарғы әлем өзі жіктейді, таңдайды, оны білесіздер. Соны таңдалған. Және одан кейін бұл жердің, бұл деген енді жерге қатысты не айтылып жатыр, және жерге өзіміздің осы Қазақстан жеріне қатысты айтылып жатыр. Бұл деген енді бөлінушілік емес, сіздер ойламаңыздар, бөлінушілік па деп. Енді бұл біреудің жеңісі емес, ойламаңыздар. Әу баста жердің картасы солай сызылған. Себебі жұмақта, тозақта Қазақстанның параллель өлшемінде орналасқан. Сондықтан бұл жерде ешқашан соғыс болмайды. Жоғарғы әлемнен қорғалған дейді. Енді ойлай беріңіздер. Сіздердің карталарыңыз жоғарғы әлемнен қорғалған. Бұл жақта ешқандай соғыс, ұрыс деген нәрсе болмайды. Сол себепті адамдар қазір ояну үстінде, оянып жатыр. Енді бұл жерде сананың переход жасау. Кім сана деңгейде переход жасап, кім оянады. Әрине, ол адамда таңдау бар, жерде таңдау бар. Бұл жерде катаклизм деген солай жүріледі. Таңдау еркі беріледі адамдарға. Егер сана деңгейде переход жасап, оянған адамдарда катаклизм, ешқандай ешнәрсе болмайды. Ол жарқырайды, өседі, дамиды. Сол үшін қазіргі кезде бізде әрбір адамға сана деңгейінде переход жасау керек, ояну керек. Осындай жаңа білімдерге ашық болып, барлығын салыстырып, барлық кітаптарды оқып, бәрін салыстырып көру керек. Адамдар қазіргі кезде, мысалы, бір кітапты ғана оқиды, соған оны бас көзбен оқып алады да, сосын барып ойбай сондай деген сияқты. Қазіргі кезде бөлінушілік деген, мысалы, көп қарасаңыздар, дінге бөліну, анаған бөліну, бір сыңар жақтылы болу, барлық, мына жерде барлық нәрсе жоғарғы әлемнің бақылауында болып жатыр. Және параллельный өлшемде болып жатқан соғыстар, бәрі бұл жерде, негізі жерде ғана уақыт, бірақ жоғарғы әлемде уақыт жоқ. Негізі болашақта, осы шақта, өткен шақта барлығы дәл қазір болып жатыр. Қазір өте тез оттың тұтануы. 2026 жыл бұл отты жыл деп айтады. Не болса да бәрі тез болып кетеді. Сол үшін тек шешімді дұрыс қабылдау керек, жүректі тыңдау керек. Ми деңгейінен жүрек деңгейіне түс, дейді ғой. Барлық нәрседе жүректі тыңдау керек. Жаман ой, жаман нәрселерде болмау керек. Бүгінгі күн 3 айдың 3 дейді, 0303. Бұл үлкен тазалану күні, айдың толуы дейді. Ай қызыл қанға боялып толады. Бұл кезде адамдардың бүгін, мысалы, ұрсатын болса, ол ұзақ уақытқа созылады. Өшпенділіктер, адам агрессивный, кәдімгі эмоциялардың шиеленісі, кәдімгі адам сондай бәр нәрсе, ескі нәрселердің тұтанып кетуі, соғыстың, ұрыстың, сондай кез. Бұл кезде тазаланып, адам өзіне жайлы орын тауып, жаттығулар жасап, дыхани жаттығулар, өзімен өзі кеңесіп, бүгін неғұрлым өзіңізге жақсырақ көңіліңізді бөліп, ешкіммен ұрыспауға, ешкіммен шайқаспауға, тіпті
мындай операция, әртүрлі бір маңызды шешімдерді қабылдамаған жөн. Және де бүгінгі күні қарыз алмау, елге қарыз бермеу, сондай шешімдерді жасау керек. Өзіңмен өзің қалу керек, оқшау қалып, өз-өзіңмен сөйлесіп, өзіңнің көлеңкелі тұсыңмен бетпе-бет келіп, барлығын босатып, қабылдап жіберетін күн. Сыртқы тазалықтар, мысалы үй тазалау, сотканың тазалау, ескі құсқының бәрінен тазалау. Ішкі тазалау бұл сіздің ішкі көптен бергі өкпе реніші барлығын босату, жіберу, барлығын мойындау, кешіру. Бүгінгі күн бүкіл ескінің бәрін босату. Керексіз сені ренжіткен нәрселерден, мысалы саған өте бір ыңғайсыз нәрселердің бәрін босату. Өзіңнен артық нәрселерді, өзіңе әсер ететін нәрселер бүкіл бәрінен босау керек. Ең бастысы жүрегіңіз тыныш, жайлы болсын. Барлықтарыңызға сәттілік. Және сіз ең керемет кезеңде өмір сүріп жатқаныңызды ұмытпаңыз.